Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тефтели рецептпен бөліскім келіп жатыр. Сіздер тефтелиді қалай пісіресіздер? Буға пісіресіздер ма, немесе подливкамен мен сияқты осылай қуырасыздар ма? Видео соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен фаршымыздың үстіне пиязымызды салып, содан кейін оның дәміне қарай бір қасық тұз, дәміне қарай бұрышымызды салатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да паприка, приправаларды қосуға болады. Мен тек қана тұзбен осы бұрышымды қостым. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Мен осы фарштан тек қана тефтели жасаған жоқпын. Осы фаршты қосып голубцы, тефтели және манты жасаған болатынмын. Сіздерде солай әртүрлі қылып жасауға болады. Енді осының үстіне жарты стакан жуылған күрішімізді қосып, тағы да оны араластырып алатын боламыз. Мен жұмыртқаны ең соңында қосамын. Әбден жасар кезде оған дейін мен подливкасына қосатын көкөністерді дайындап аламын. 2 дана сәбізді үкіштен өткізіп алып, 2 дана кішкентай пиязды осындай ұзынша қылып турап алатын боламыз. Бізде подливкасы дайын. Енді осы тефтелимізді жасап бастайтын боламыз. Сол кезде жасаған кезде ғана 1 дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып алып, тефтелиді жасайтын боламыз. Мен тефтелиден 15 дана тефтели жасадым. Тек қана 1 дана бір тефтели емес, қасына әртүрлі болсын деп манты және голубцы қосқан болатымын. Осы 800 грамм фарштан мен 3 түрлі тамақ шығардым. Енді осы тефтелиларды қолымызбен дөңгелектеп біріктіріп жасап шығатын боламыз. Біздің тефтели дайын болғаннан кейін, енді біз оның подливкасын қуыруға кірісеміз. Міне бізде барлығы дайын. Алдымен газымыздың орташа отта майымызды қыздырып, оның үстіне пиязымызды салып, аздап 1-2 минут қуырып аламыз. Одан кейін оның үстіне жаңағы үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып, оны да бірге 1-2 минут шамасында қыздырғанша қуырып алатын боламыз. Оның үстіне бір ас қасық томатты салып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді осы сәбізіміз, пиязымыз батып тұру үшін соның мөлшерінде ыстық қайнаған суымызды құйып дайындап алатын боламыз. Бізде барлығы осы подливкамыз үстіне батып тұру керек. Сол кезде біздің тефтелиларды салған кезде асты жабыспайтын болады. Дәміне қарай 1 қасық тұз қосамыз, және де кез келген дәмдеуішті қосуға болады. Жақсылап тұрып араластырып, 1 ас қасық көлемінде ұн қосып жіберсеңіздер, сіздің подливкаңыз өте қою болып, керемет болып шығады. Енді осының үстіне біз подливканың үстіне осы біз тефтелиларымызды саламыз, және мен жаңға бөліктеріне голубцыйды да бірге салып жібердім. Бетін жауып 30 минут бойы пісіріп алатын боламыз. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір фарштан осындай 3 түрлі тағам жасадым. Бірақ та мен сіздерге тек қана тефтелидің жасау жолын көрсеткен болатынмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір фарштан әртүрлі тағамдар жасап, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Сіздерге келесі жолы голубцыйдың және де мантының жасау жолын көрсететін боламын. Қош сау болыңыздар.